керек зат сол жерде наушниктарды алып қолдансаңыздар болады. Біздің осы отырған жерімізде әртүрлі ұлттар бар. Әрбір ұлтта, әрбір халықта өздерінің бір оқиғалары бар, немесе аңыздары бар. Біздің халқымыз керемет деген. Ал көрші халқы олар ондай емес. Біз сияқты керемет емес. Әрбір сондай халықтарда өздерінің сондай бір аңыздары бар. Біз сондай кезде бір ұлт басқа ұлтты салыстырып өзінің жақсы көретін. Біз осындай жағдайда өмір сүріп отыр. Біз қалай Құдаймен қарым-қатынасқа түсеміз? Құдайға деген, Құдайдың өзінде менікі немесе менікі емес деген ұлттар бар ма? Кейде адамдар Құдайға келіп, мен Құдайға осы Исаға келуіме сол ұлттың азаматымын ба, жоқ па, лайықтымын ба сол ұлт болып келуге. Біз Марқа жазған ізгі хабар 7-ші тарауды оқимыз, 24-ші аяттан бастап. Осыны оқып көрейік. Осыдан кейін Иса сол жерден Тир өнеріне атанды. Сол жаққа келгенде ол ешкімнің де өзі жөнінде білгенін қаламады, бірақ та ол сол жерде де жасырын болып қала алмады. Бір әйел ол туралы сол сәтті біліп қойды. Оның қызының бойында табиғаты таза емес рух болған. Сонда әлгі әйел келіп, оның аяғына жығылды. Әйел грек ұлтының әрі серафониялық болатын. Әйел Исадан оның қызының бойындағы жынды қуып шығаруын өтінеді. Ең алдымен балалар тойып алсын қоя тұр дегенді, балалардың нанын алып күшіктерге тастаған жақсылық емес, деді ол әйелге. Ием үстел астындағы күшіктер де сол балалардың түскен қоқымдарын да жеді ғой деп жауап берді әлгі әйел. Сонда Иса әйелге былай деді: осылай жауап бергенің үшін сен де енді бара берсен болады, өйткені сенің қызының бойындағы жын шығып кетті деді. Жаңағы әйел үйіне қайта оралғанда қызының төсекте тыныш жатқанына және жынның одан шығып кеткенін байқады. Иса Тир өңірінен шығып, қайтадан Сидон аймағына арқалы жүрді. Оң қала өлкесінің ортасымен өтіп Галилея көліне келді. Сол жерде оған саңырау тілі мүкіс біреуді алып келді. Иса оған қол қоюды өтінді. Иса оны халықтан бөлек алып шығып, саусағын оның құлағына тықты, саусағына түкіріп, тіліне тигізді. Көкке қарап күрсіндеді. Эфафа деді. Ал ашыл деген білдіреді. Сонда оның құлағы сол сәтте ашылып, тілі шешіліп, анық сөйлей бастады. Иса оларға осы жөнінде ешкімге айтпауды бұйырды. Амин. Осындай оқиға болды. Бұл жерде біз нені көреміз? Исада бөтен жоқ екенін көріп тұрмыз. Оның рахымдылығы әрбір адамға ашық тиіп тұр, ұлтқа байланысты емес. Құдай өзінің рахымдылығын әрбір ұлтқа көрсете алады. Осы оқиға осы туралы. Иса бізге бостандық береді жаман рухтардан. Иса Галилея деген аймаққа бара жатқанын көрдік. Иса Галилея теңізінің жағында қызмет етеді, және Тир деген солтүстік жаққа барады. Ол Тирға барады. Галилеяда ол яхудейлармен бір қиын жағдайға түсті. Олардың арасында конфликт болды. Және осы қиын жағдай арқылы Иса жалғыз өзі болғысы келді. Иса үйге кіріп, оның осы жерде бар екен ешкімге білдірткісі келмеді. Кейде біз өзіміз солай жеке болғымыз келеді, бізде де болады, менде де болады. Исада осындай мүмкіншілік болды ма? Ол жерде не жазылып тұр? Әйел келіп тұр, Біз ол әйел туралы не білеміз?
Ол басқа елден, оның ұлты Сириядағы финикиялық деді. Біз білеміз, Сириядан көптеген қашып келген адамдар бар. Біз не нәрсені білеміз? Оның қасында қызы бар екен. Ол қызы арам рухтың ықпалында. Сұрақ былай. Бұл әйел Тирде, басқа елде тұрып, Иса туралы қайдан білді? Ол Исаның сол жаман рухтардың билігі бар екен қайдан білдік? Ол Марқа жазған 3-ші тарауда 6-шы аятта Иса ең басында Галилейда қызмет еткенде діни қызметкерлер келіп, Исаны сол жерде олар жаман істер жасайды, себебі сол жындарға ол билік бар деп оны оған жаман ат қойды, я. Бірақ сол кезде біз естідік, барлық қалалардан әртүрлі елдер келіп жүр, және Тир деген қаладан да адамдар келді деп біз естідік сол жерден. Ал 3-ші тарауда ол көптеген сол адамдарды сауықтырды деп жазылған. Және олардан жын шайтандарды қуды деген жазылған. Ал олар Тирға қайтып келген кезде, олар үйлерінде не істеді? Әрине, басқаларға айтты. Олар соқыр болды, сөйлей алмады, жүріс жүре алмады. Олар Исадан толықтай шипа алғандарын басқа халықтарға, өздерінің Тир қаласындағы халықтарға жеткізді. Және осы әйел Иса туралы сол арқылы біліп отыр. Ол Исаны тауып отыр. Ол Исаны көрген кезде аяғына жығылды дейді. Ол Исаға кішкентай қызымды сауықтыр деп сұрайды. Егер біз бұл үзіндіні алғашқы рет оқысақ, білмесе қалай бұл оқиға бітер еді? Бұл әйел өзінің кішкентай қызы туралы сұрап жатыр. Иса қандай жауап береді деді? Әрине, сен Исасың ғой. Ол кішкентай қыз ғой. Біздің әрине Иса оны сауықтырады деп ойладық. Бірақ Иса ешқандай формамен жұмыс істемейді. Күткеніміз бойынша өзінің қызметін құрмайды. Ол әйелге не дейді? Балалардың нанын алып, күшіктерге тастау дұрыс емес дейді. Бұл қатты айтылған сөз ғой. Иә, әрине. Балалар ол кім? Ол Израиль. Ал күшіктерші? Басқа ұлттар. Мұның мағынасын қалай түсінуге болады? Бұл не емес екенін қарайық бірінші. Бұл Иса басқа ұлттарды жақсы көрмейтін деген сөз емес. Мұны қайдан білеміз? Біз Марқа жазған ізгі хабар арқылы осыны Иса басқа ұлтты адамдарға қамқорлығын көрсеткенін білеміз. Және біз карта арқылы көре аламыз. Егер де Иса жалғыз балаларға ғана өзінің қамқорлығын көрсетсе, ол Иудеяда ғана болатын еді. Ал ол қазір қайда? Ол басқа жаққа жүрді. Басқа ұлттарға барды. Солтүстікке барды. Бұл нені білдіреді? Оның жүрегі басқа ұлттарға да қамқорлық жасауға әрдайым ашық. Ол иттерге қамқорлық көрсеткісі келеді. Бұл сөз, бұл нені мағынаны білдіретін біз білуіміз керекпіз. Яһудейлер бұл сөзді басқа ұлттарды менсінбей қолданатын. Біздің заманда да әртүрлі ұлт өкілдері бір-біріне жаман сөздермен айтады. Иттер деп тағы да басқа. Иса бұл қатынасты біледі. Айналасындағылар да біледі. Әйел де біледі.
Иса неге бұны қолданады? Осы сөзді неге қолданады? Бұл жаман сөзді неге қолданып тұр иттер дегенді? Екі себеп бар. Иса бір нәрсені көрсеткісі келеді. Құдайдың тәртібі бойынша ең алғашқы ол Израиль, алдымен Израиль. Бірақ тек қана Израиль емес. Екінші, ол сенімдік тексеру үшін. Енді сен не істейсің? Ол былай дейді, балалардан алып иттерге тастау дұрыс емес дейді. Сен енді не істейсің? Не істер едің? Естеріңізге елестетіп көріңізші, кішкентай қызға көмек сұрап тұрсыз, ол сені ит деп атаса. Сонда не сезер едіңіз сіз? Ренжеу, қапа, ашу. Мен кетіп қалар едім. Мүмкін есікті қағып кетіп қалар едім, есікті ұрып кетіп қалар едім. Ол мені ит деп атап тұр. Не істеуім керекпін? Бұл жерде бір ренжеу және қиын жағдай туынып тұр, иә? Әрбіреуіміз сонда ренжеп кетер едік. Неге? Себебі біз тәкаппармыз. Бірақ бұл әйел ренжімеді. Кетпеді де. Ол оған еркің болсын деп те айтпады. Ол не деді? Ол былай деді. Сен дұрыс айттың. Менің сұрауға құқым жоқ. Мен оны білемін. Бірақ мен әділдікті сұрап тұрған жоқпын. Мен сенің мейірімділігіңді сұрап тұрмын. Маған мейірім керек. Иса, сенің үстелінен түскен бір ғана қиқымды сұраймын. Осы сенім. Осы бір қиқым сенің рахымдылығың, бір қиқым сияқты рахымдылық маған керек. Осы сенім деп аталады. Себебі дастархан жайылған. Құдай өз балалары үшін дастарханды жайды. Ал балалар не істеп жатыр? Ол бұл дастарханнан жегісі келмей тұр. Олар тіпті өлтіргісі келіп тұр Исаны. Сол кезде бір қиқым жерге құлайды. Сол ит алғыс алып, алғыс айтып, сол қиқымды қабылдауға дайын тұр. Алдыңғы тарауда Иса паршылдарға адамды арам ететін нәрсе жұмаған қол емес, жүрек деді. Тәкаппарлық, көкірек, жүрек деді. Осы Құдайды және сені арам қылады. Ал бұл әйел Құдайда өте алыс па немесе жақын ба? Қаншалық алыс Құдайдан? Ол Исамен бір бөлмеде отыр. Оның жүрегінде 1% тәкаппарлық бар ма? Жоқ. Онда кішіпейілдік бар. 100% өзгеріс. Исаға жақын болу керек болғандар, Израиль халқы оны өлтіргісі келеді. Ал алыс болу керек болған әйел дәл қазір оның аяғында жатыр. Қандай нәтиже? Иса бұл әйелдің сенімін, кішіпейілдігін және даналығын мақтап қана қоймады. Оның дұғасына жауап берді. Ол былай деді: үйіне бара бер, қызың босатылды және сауықты дейді. Өте керемет оқиға. Бұл біз үшін нені білдіреді? Сіздер Исаға ренжіген адамдарды білесіз бе? Мүмкін сіздің өзіңіз де сонда шығарсыз. Кейде Иса біз күткен сөздерімізді, дұғаларымызға нақты солай жауап бермеді. Ал біз болса, сол кезде ренжуіміз мүмкін. Бірақ
осы әйелге қарасақ, шынайы сенім ренжімейтінін және кетпейтінін, керісінше соңға дейін Исаға жабысып тұратынын түсінуіміз керек. Екіншісі, Құдай алдында біздің ешқандай құқымыз жоқ. Бізге Құдай еш нәрсе беру міндет емес. Біз Құдайдың алдына келіп әділдік талап етеміз. Егер де біз әділдік талап етсек, келесі уақытта біз қайда боламыз? Біз тозақта боламыз. Себебі әділдік бізді тозаққа апарады. Құдайға шүкір, әрбіреуіңізді қазір осы жерде көріп тұрмын. Себебі Құдай бізге әділдікті қолданбайды. Біздің жалғыз үмітіміз оның мейірімі. Дәл солай ғана біз Құдайға келе аламыз. Жақсы болса да, қиын болса да, тура осылай ғана келе аламыз. Құдайға рахымдылығын күтеміз. Үшіншісі, мүмкін сенің өміріңде жындардың ықпалы бар шығар, және саған бостандық керек. Мүмкін балаларға, көршілеріңе сондай ықпал бар шығар. Елшілердің істерінде 26 тарауында былай жазылған: сен қараңғылықтан, шайтанның билігінен саналы түрде бас тартып, сенім арқылы Исаға жарыққа бет бұруың керек дейді. Егер де сондай жындарға ықпал бар болса, егер де жындар сіздерге әсер етіп жатса, Иса арқылы сіздер бостандық ала аласыздар. Және Жохан жазған 1 тарауда былай жазылған: ал оны қабылдағандарға, оның атына сенгендерге Құдайдың балалары болуға құқық берді дейді. Егер де сен Исаға сенсең, сен ит емессің енді, сен бөтен емессің, сен оның баласысың, ұлысың, қызысың. Сен Израиль халқының бөлімі болмасын да, сен Иса арқылы, сенім арқылы оның керемет, сүйікті баласысың. Қандай ұлт болсаң да, сен Құдайдың баласысың. Сондықтан Исаға өзіңнің сеніммен, кішіпейілдігімен Құдайға кел. Оған сен, оған дұға ет, оған тағзым ет. Осы мәселеңді Исаға алып кел. Бұл біздің бірінші оқиғамыз. Бірақ бұл нәрсемен бітпейді. Екінші бөлімінде Иса бізге бостандық қана беріп жатқан жоқ, жаман рухтардан. Және ол бізге құлақтарымызды ашады, және көздерімізді ашады. Екінші тарауда Иса терден шығып, Галилея арқылы 10 қала аймағына барады. Ол тағы да басқа ұлттар тұратын аймақ. Ол сол жерде Исаға тағы бір адамды әкеледі. Ол қандай жағдайда? Ол естімейді және сөйлемейді. Сөйлей алмайды. Адамдар Исадан оған қолын қоюын сұрайды. Неге? Неге Иса оған қолын қою керек? Себебі Иса оған шипасын беру үшін. Осы аймақтағы адамдар Иса осылай шипа беретін қайдан білді? Егер де біз тер туралы 3 тарауды оқысақ, жаңағы 10 қала аймағы туралы біз 5 тарауында оқимыз. Гадареская деген қалада 5 тарауында Иса Галилея Генесария деген қаласына барып, ол жерде кімді кездесті? Бір адамда ол кездесті, легион жындары бар адамды. Адамдар сол уақытта қандай әсер етті? Олар айтты, кетті дей саған. Сол шипасын алған адам ол Исаның артынан барғысы келді. Бірақ оған сен өзіңнің халқына барып жаса дейді. Оған осы адамның өзі маңызды. Сол жердегі адамдар Исаның шипа беретін біліп отыр.
ол сол адамды басқа жерге апарып тұр. Шетке алды. Жаңағы көзі көрмейтін, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, құлағы естімейтін. Не үшін? Себебі оған халықтың назары маңызды емес. Оған осы адамның өзі маңызды болып тұр. Ол жеке сенмен сөйлескісі келді. Жеке сол адаммен кездескісі келді. Бұл Құдай үшін өте маңызды. Бұл біз үшін де өте маңызды. Иса жалпы қарамайды осы шаңырақ қауымы деп. Бірақ Иса әрбіреуімізге жеке қарайды. Әрбіреуімізбен қарым-қатынасқа түскісі келеді. Ары қарай қарасақ, не істейміз? Ол сол адамдар сұрағанын істеді ме? Жоқ. Ол қолын қоймады ол адамға. Ал не істеді? Құлағына саусақтарын салып, және түкіріп, тіліне тиеді. Бұл сәл ерекше күтпеген емдеу тәсілі, дұрыс қой. Басқаша болар еді ма бұны жасауға? Түкірмей-ақ. Мысалы. Әрине, жай бір сөз айтуға болар еді. Бір сөзбен ғана Иса, бір сөзбен ғана емдей алар еді. Сен сауықтың деген. Неге саусақтарын тықты, түкірді, тіліне тигізді? Бір түрлі бір емдеу, ерекше. Иса не үшін оны жасап жатыр? Неге бұлай ерекше жасады? Бұны түсіну үшін сол адамның жағдайын түсінуіміз керекпіз. Мысалы, ол адам таңертең тұрды, асханаға кірді, сөйлей алмайды, анасы оған тамақ пісіріп берді. Сосын тағы да басқа адамдар келіп, ол адамды қолына алып, бір жерге апара жатыр. Ол сұрай алмады. Олар жауап берсе де, ол естімейді. Ол ешнәрсе дұрыс сұрай алмайды да, себебі ол сөйлей алмайды. Оны бір жерге апара жатыр. 15 километр жүреді. Ол жерде толып тұрған адамдарды көреді. Бір ер адам тұр. Киіміне қарағанда Яхудейден шыққан сияқты. Сол Яхудей оны шетке апарып жатыр. Қандай сұрақ туындады оның ойында? Не болып жатыр? Не болып жатыр бұл жерде? Иса онымен мылқау және есті алмайтын адамдардың өзінің сөздері бар, біз білеміз. Сөз қимылымен сөйлесетін, ням-ням дейді, су ішу керек дейді. Бірақ Иса онымен, оның тілімен сөйлесіп отыр. Қазір не істеу керек екен, не болатынын түсіндіріп жатыр. Сілекей олардың мәдениетінде өмірдің белгісі болған. Қазір сенің құлағыңды ашамын дейді. Сенің тіліңді сауықтырамын. Сосын қайда қарайды? Аспанға қарайды. Ол ем аспаннан келетін көрсетеді. Және терең күрсінеді дейді. Алғашқы күрсіну туралы қай жерден естідік біз киелі кітаптан? Әрине, адамның жаратылуын еске салады, Адамға ол дем беріп, оны адамды тірілтеді. Сөз туралы біз қай жерде оқимыз? Жаратылыста. Ол сөз арқылы жаратылды бүкіл әлемді, сөз арқылы. Ефафа деген сөзді қолданды. Ашыл. Сол сәтте адам естіп, сөйлей бастады. Сол кезде адамдар айтады, бәрі өте тамаша, бәрі жақсы дейді. Иса олардың сұрағаныңда істемесе де, бәрі бұл жақсы болды. Ал бізше? Иса, біз сұрағанда істемегенде, біз де жақсы дейміз бе? Әрдайым, әдетте біз
Иса қалай істейтінін біз білмейміз. Өзіміздің қалауымызды ғана сұраймыз. Бірақ Исаның істегені біздің қалауымызға қарағанда өте тамаша. Осыған амин дейік. Жақсы. Біз бір жерде жақсы деген сөзді қай жерде естиміз? Тамаша деген сөзді. Сол жаратылыс кітабында. Бұл сөзді киелі кітаптың алғашқы жаратылыс кітабында естеміз. Бұл жаңа жаратылыс пен жаңа келісімнің көрінісі. Ишаяда 35-те былай жазылған. Қорқақ жүректілерге айтыңдар, берік болыңдар, қорықпаңдар. Міне құдайларың келеді, ол сендерді құтқарады. Сонда соқырлардың көздері ашылады, саңыраулардың құлағы ашылады. Сонда ақсақ бұғыдай секіреді, мылқаудың тілі ән салады. Ишая осы жаңа өсиеттің пайғамбарлық сөзі дейді. Бұл адам бәріміздің рухани жағдайымыздың бейнесі. Иса болмаса, біз Құдайды ести алмаймыз. Құлағымыз жабық. Бұл туралы біз бірнеше рет көреміз. Сендер естімейсіңдер деп Марқа ізгі хабарында бірнеше рет қайталады осы сөз. Иса болмаса, шындықты айта алмаймыз. Тіліміз байланып қалған. Неге Ехудейдағы адамдар біртүрлі заттар айтады Иса туралы? Мәсіх туралы жаман сөздер айтады. Себебі олардың тілдері байланып қалған, олар ақиқатты айта алмайды. Ал осы адамға қайтып келсек, бұл адам істеу қалпына келгенде ең алғаш кімді естіді? Кімді естіді бірінші? Исаны. Екеуі ғана бірге тұр. Оның құлағы ашылған кезде Исаны ғана естіді. Бұл өте керемет рухани сүрет. Ал сауыққаннан кейін ең алдымен не туралы айта бастады? Қалай ойлайсыздар? Иса туралы. Тура қазір осы жағдайда не істегенін. Иса тек біздің және оның физикалық қана, тәни ғана жағдайын өзгерткен жоқ, оның рухани жағдайын да өзгертті. Және осы туралы, Иса туралы басқа адамдарға жеткізуге бізді солай өзгертеді. Ол құр жын шайтандан ғана бізді сауықтырмайды. Ол бізді естуде, сөйлеуде, осындай керемет рухани деңгейге бізді көтереді. Ол осы әлемді құтқаруға келді. Оны қабірге қойды, бірақ ол үшінші күні қайта тірілді. Себебі ол қабірге ашыл, Ефафа деді, және ол ашылды. Ол туралы біз өткен жексенбіде оқыды. Бүгін де тірілген Мәсіх ашыл дейді, Ефафа дейді. Жүрегін ашылсын, құлағын ашылсын, сенің тілің ашылсын, сенің өмірің ашылсын, сенімің ашылсын, мұқтаждықтарың ашылсын, күнәларың ашылсын дейді Иса қазір. Ефафа дейді. Қызығы, Иса оларға ешкімге осы туралы айтпауды бұйырады. Бірақ олар бәрібір барып бәріне айтып жүр, одан да көрі. Иса бізге тыйым салды ма айтпа деп? Ол бізге не деді? Керісінше бұйырды, мен туралы айтыңдар деді. Мен салыстырғым келеді. Кім Иса туралы көбірек айтады, кімге тыйым салды, немесе кімге бұйырды? Бәрімізге бұл сондай шақыру. Біз үшін бұл нені білдіреді? Әйелдер бар, ер адамдар бар. Мен дайынмын ба? Бүгін осы әйел сияқты Исаға келіп, аяғына жығылып, менің мәселемді шешіп бер деп сұрауға.
мен өзімнің мәселемді, мұқтаждығымды оған кішіпейілділікпен, мейірімділікпен әкеле алам ба? Сүйіспеншілікпен оның мейірімділігін сұрай аламын ба? Түсініп отырып, менің ұлтым оған қажет емес екенін. Ол бізді бөтен санамайды. Ешбір адамды бөтен санамайды. Сен бүгін сол адам сияқты болуға дайынсың ба? Исамен оңаша бір жаққа шығуға, Исамен жеке қарым-қатынасқа түсуге. Иса сенің тіліңде сөйлейді, қандай тіл болса да. Ол мылқау және естімейтін адамдардың да тілін біледі Иса Тәңіріміз. Ол сенің өміріндегі ауыр жерге қолын тигізуге дайын және тигізе алады. Қай жерің қатты ауырып тұр? Бірақ тек сен ғана оны қалауың керексің. Орнымыздан тұрып дұға етейік. Тәңіріміз Иса, алғыс саған. Сен кереметсің. Сен бізге, егерде екеуі немесе үшеуі жиналса, мен сендердің арасында боламын деп уәде бердің. Қазір сенің шаңырақ қауымы жиналып тұр осы жерде. Біз сенің аяғына жығылып тұрмыз. Біз тағзым етеміз. Осы әйел сияқты. Сен осы әйелге өзінің құтқарылу әкелгеніңде, рахымдылығында әкелгенде, бостандық әкелгенде, бізді өзіңнің қызың, ұлың қылып, бізбен қарым-қатынасқа түскеніңе, Құдай, себебі сен Иса Мәсіхті бізге бердің. Біз күнәһармыз. Біз сынған адамбыз. Біздің өміріміз қиын. Біз бөтен ұлт, саған бөтен болдық, бірақ біз бөтен екенімізді ешқашанда үйтіп бізді қабылдамайсың. Сен бізді өзіңнің қызың, балаң деп қабылдайсың. Біз сенің алдына келіп тағзым етеміз. Рахмет саған, біз үшін өліп қайтадан тірілгенің үшін. Және сенің алдына келіп өзімнің осы ауырып жатқан жүрегімді, барлық ойларымды әкелемін. Егерде қазір сіздердің жүректеріңізде қиын жағдай болып тұрса, мүмкін жаман рухтар әсер етіп тұрса, мүмкін балаларыңыздың жағдайларыңыз қиын болып тұрса, осыны Құдайға әкеліңіздер. Тәңір Иса, батаңды бер осы халқыма. Егерде біздің жүректерімізге саған деген ренжеулеріміз болса, бізді кешір. Мүмкін сен біздің дұғаларымызға, біздің қалауымыз бойынша жауап бермеген шығарсың, бірақ сенің алдына келіп біз кешірім сұраймыз. Өзіңнің мейірімділігіңді сұраймыз. Құдай әке, Тәңіріміз, егерде қазір бір жаман рухтардың бізге әсері болса, Исаның атымен бостандық бере көр деп сұраймын. Толықтай, ешқандай құлшылық болмасын. Біз балаларымыз үшін дұға етеміз. Біздің балаларымызға жаман рухтар әсер етсе, жаман әсер етсе, біз сенің алдына келіп сұраймыз, толықтай шипаңды бере көр деп. Жаңағы әйел өзінің қызы үшін дұға еткенде, Құдай әке, ол қыз бостандық алды. Біздің балаларымыз да бостандық алсын. Олар шайтанның құлы болмасын. Ешқандай шайтанның азғыруына түспесін. Сені жеке танысын, саған тағзым етсін, бас иісін. Сенің сөзіңді естіп, құлақтары ашық болсын, тілдері ашық болсын. Сенің сөзіңді, уағызыңды айтсын, ізгі хабарды жеткізсін басқа халық, басқа біздің ұрпақтарымызға. Сенің патшалығына көптеген нәрсе істесін. Біз балаларымызға батамызды береміз. Және сенің алдына келіп сұраймыз мейірімділігіңді. Сенің қиқымдарың, Құдай әке, мейірімің, осы қиқым сияқты көлемі мейірімің, Құдай әке, бізге бергеніне біз ризашылықпен саған рахмет деп айтамыз. Мүмкін бізде қазір жаңағы әйел сияқты сеніміміз жетпей жатқан шығар. Мүмкін бізді біреу алып келген шығар. Жаңағы ер адамды басқа адамдар алып келді. Бірақ Құдай бәрібір оны тауып алды. Иса оны тауып алды. Қазір Иса сенмен бірге жеке сенің тіліңмен сөйлескісі келеді, егер сен қаласаң. Соны сұра. Иса, менің құлағыма өзіңнің
шипаңды бере көр, менің тіліммен шипаңды бере көр, сенің ақиқатыңды жеткізуге. Менің жүрегіммен шипаңды бере көр, жүрегімде сенім болсын. Менің ойыма, ойлайтын қабілетіме өзіңнің шипаңды бере көр. Қай жеріңе қандай ауыр қиын жағдай болса, сол жеріңді Құдайға әкеліп аш, сол жерге Құдай өзіңнің кереметін көрсетсін, өзінің шипасын берсін. Иса, келі рух, өзің қызмет ете көр әрбір осы жерде тұрған халыққа. Олардың жүректеріне болып жатқан қиын жағдайларды білесің. Өзіңнің киелі алақанымен Құдайге Ефафа деп еміңді бере көр. Ашыл де. Ашыл, Иса. Бір нәрсе байлаулы тұрса, бостандық бере көр. Егерде тастармен қатып тұрса, Ефафа деп Исаның атымен аш сол жерді. Сен істеген нәрселердің бәрі жақсы, керемет. Біз ризашылықпен білдіреміз. Ризашылығымызды білдіреміз және сеніммен қабылдаймыз сенің кереметіңді. Иса, сенің алдына келіп сұраймын. Сені тыңдауға, түсінуге, сені еркіңмен өмір сүруімізге, жүректерімізді, біздің тыңдау қабілеттерімізді өзің аша көр. Егерде құлақтарымыз жабық болып тұрса, құлақтарымыз таза болмай тұрса, өзің тазалай көр. Сені анық естуге, сенің еркіңмен, сенің сөзіңмен өмір сүруімізге, біздің жүректерімізбен тілдерімізге өзің шипаңды бере көр. Сенің кереметіңді басқа халықтарға, басқа елге, туысқандарымызға жеткізуімізге. Сен өзің біздің тіліміз арқылы құдіретті келі рухтың күшімен ізгі хабарды жеткізуімізге батаңды бере көр. Себебі сол халық тәубеге келуіне батаңды бер. Біз сенің жарығыңды жеткізейік. Өзіміздің адамның күшімен емес, сенің құдіретті күшті келі рухының күшімен. Құтқар Құдайге уағыз арқылы, ізгі хабар арқылы. Және батаңды бер. Батаңды бер әрбіреуімізге.